Ауылдарың құтты болсын, Амангелді батырдың атындағы. Қазақта қара қыпшақ қобыланды, батырдың аңыз болып заты қалды. Қамалды тайбұрылмен шапқан кезде дұшпанның қарсыласқан басын алды. Елім деп ер боп туған иман батыр, бойына имандылық жиған батыр, Кенесары қоршауда қалмасын деп бар үшін жаны пида болған батыр. Қыпшақтар батыр болған ата тегі, халқының кейкі батыр ол тірегі, өзегі иман батыр болғаннан соң Амангелді батыр шықпау мүмкін бе еді? Амангелді айлакер алдырмаған, атасы жауға досын қалдырмаған, ел басына күн туса қорған болар, дәл осындай деп тіле болсын балам. Аямай халқы үшін қасыққанын, ат ойлап бастап шықты сарбаздарын. Амангелді атаңдай патриот бол, жастарың таза болсын ар-ожданың. Амангелді батыр елді қорғағанда, жамбыл жырау ерлігін жырлағанда, 150 жылдығында еске алайық, жастарға үлгі болар шындығында. Өсетін қыздарың бар, ұлдарың бар, тәрбие тал бесіктен ұғыныңдар, отан үшін от кешіп өлмей тұғын. Амангелді батырдай болыңыздар. Батыр жайлы десе қандай дерегің бар, ұялмай көрсетсең де керегі бар. Орнатып болашақта ескерткішін, мектебімді деңіздер музейім бар. Өмір дерек болсаңыз білем дейтін, халқыңа азамат бол қамын жейтін. Күмісхан мен Көшкінбайдан ақыл сұра, қариялар қашанғы жүрер дейсің. Жас ұрпақ тәрімді бол, тәрбиелі, қорғайтын сендерсіңдер туған елді. Амангелді мектебі құтты болсын, атына кір келтірмей жүрген енді деген. Осы өлеңді міне Сәрсебай ағамыз тұр, осы бүгінгі жағдай туралы мақала шығарады. Осы кісіге шықпайды. Сіздердің құрметтеріңізге бір-екі музыкалық сәлем жолдайын. Оны алып